Сол үшін ғалымдарымыз айтады, қазір дейді, мынау білесіздер ғалымдардың арасында кішігірім талас бар. Мынау имам Абу Ханифа бар, имам Ахмад, имам Шафиғи, осы үш мазхабтың ғалымдары айтады, Мекке Мединадан абзал. Бірақ Малики мазхабының ғалымдары айтады, жоқ дейді. Медина Меккеден әрі қарай абзал дейді. Әлдеқайда абзал дейді. Өйткені мына аяттан не түсінеміз? Пайғамбар қай жерде болса, сол жер абзал дейді. Пайғамбар қай жерде тұрса, пайғамбар қай жерде болса, пайғамбар қай жерді таңдаса, сол жер мықты, сол жер абзал деген сөз. Демек, мынандай білесіз бе, мынандай ой қорытынды шығар. Жер адамды қасиетті қылмайды. Адам жерді қасиетті қылады. Адам жерді қасиетті. Ертең осы жақта мысалға жайренен бүкіл түркі жұртына, бүкіл әлемге танылған бір үлкен осы жақтан ғұлама ғалым шықса, сосын осы жақта жерленсе, бітті, қасиетті жайрен деп кетеді. Қасиетті Түркістан деген сияқты, рухани Астана деген сияқты. Сол үшін біздің ғалымдарымыз Мединаны пайғамбар сол жақта жерленгендіктен пайғамбардың бүкіл нәрсені абзал дейді. Медина бүкіл қаладан абзал дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде тұрды, дұрыс, бірақ ол Мединада көшті, Мединаны таңдады, Мединада дүние салды. Оған болады деп қайтадан өзінің Мекке ауылына көшіп баруға, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединаны таңдады. Мекке үшін Ибрахим дұға қылған. Аллахумма иджал хазал балада амина варзуқ ахлаху минас самарат. Я Аллахым, мына қаланы өзің амандықта қыл, және де тұрғындарын өзің ризықта қыл. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединаға барған кезде дұға қылатын не дейді? Меккеге берген берекеттің, я Аллахым, Мединаға екі есесін бер. Екі есе берекет сұрап отыр да, пайғамбар екі есе берекет Медина үшін сұрап отыр. Қалайсыз одан кейін Меккені Мединадан абзал дейсіз? Бұл нені көрсетеді? Пайғамбардың қай жерде авторитет сол жер. Пайғамбар кімде, қай жақта пайғамбар бар, сол жерде авторитет бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі имам Насаида келетін хадис бар. Пайғамбар өзі сұрады дейді бүгін Алла тағаладан. Я Аллахым, айтшы, менің дәрежем неге сонша биік деп. Өйткені пайғамбардың өзінің дәрежесі биік екенін басқа пайғамбар. Қандай сөзде? Ана саййиду валада Адам ва фақар. Мен адам баласының мырзасымын, бірақ мен онымен мақтанып тұрмын. Осы Алла солай қылды. Алла мені көтерді. Енді сұрады дейді бір күні. Я Аллахым, сен мені не себепті көтердің деген кезде Алла тағала айтты дейді. Сенің есімің менің есімімнің жанына аталып тұр ғой. Ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулаллах. Бұл кәлима. Бұнымен адам исламға кіреді. Ла илаха иллаллахты айтып, Мұхаммад Расулаллахты мойындамай десеңіз, мұсылман болмайсыз. Жүз жерден қалай қаласаңыз. Сол үшін қараңызшы, Алла тағала не айтты? Сенің есіміңді жаныңның есіміне қосып қойды. Сол үшін имам Әл-Хаким деген кітапта, имам Әл-Хакимнің Мустадрак деген кітабында адам пайғамбардың дұғасы келеді. Білесіздер, Раббана заламна анфусана ва ин лам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин деген бұл Құранда келетін дұғасы ғой. Бірақ осылай, я Аллахым, мен өз-өзімді зұлымдық жасап қойдым. Егер сен мені кешірмесең, сен мейірімділігіңе бөлемесең, онда мен қасіретке ұшырап қоямын деп. Ал Адам алейхиссалам Алла тағаладан тәубесін қабыл етуді сұрады. Алла тағала не дейді? Жаңа Құранда келеді, фатаба алейкум, тәубесін қабыл етті дейді. Сол кезде анау имам Әл-Хакимда келетін хадис бар. Адам алейхиссалам тұрып айтты дейді, я Аллахым, мен сенен кешірім сұрайын деп. Мені осылай кешірші, бірақ Мұхаммед деген кісінің құрметі үшін кешірші мен деп. Сол кезде Алла тағала сұрады дейді, сен Мұхаммед деген адамның құрметті екенін қайдан біліп отырсың? Ей адам деп. Я Аллахым, мен сондай бір жазу көріп қалдым. Ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулаллах. Қарасам, сенің есіміңнің жанында Мұхаммед деген есім тұр екен. Ал сенің есімің жанында жай адамның есімі тұр. Сол кезде Алла тағала ендеше кешірмеймін сені. Қараңызшы, қандай ұлық болған дәреже. Аллах субханаху ва тағала біздің пайғамбарымыздың дәрежесін қалай көтеріп. Тіпті Бұхари мен Муслимде келетін хадис.
Білесіздер, пайғамбарымыздың кеудесінің ашуы, кеудесі ашық, кеудесін не істеген? Періштелер жуған, жүрегін алып шығып жуған дейді. Білесіздер, алтын болған табыспен қандай сумен жуды? Зәмзәм суымен жуды. Зәмзәм суымен жуды. Осы хадиске қарап ғалымдар айтады. Зәмзәм ең ұлық су болды. Жәннаттағы сулардан да ұлық, Кәусар хаузынан да ұлық, ең ұлық су ол зәмзәм болып қалады. Неге десе, ғалымдарымыз қараңыздар, жауап береді. Өйткені ең ұлық адамның жүрегінде ең ұлық су бар. Міне қараңыз, ғалымдарымыз қалай пайымдады? Пайғамбарымызға бірдеңені тиесілі етті ма? Пайғамбарымыздың жүрегін жуып тұр ма? Демек ол ең сүйкімді су. Пайғамбарымыз Мединада жерлеп тұр ма? Демек ол ең сүйкімді қала. Міне пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дәрежесі Алланың құзырында осындай үлкен мәртебеге көтеріліп тұрған. Енді біз бүгін не үшін жиналып отырмыз? Біз пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға дастархан, біз бұл пайғамбар, біз Алла тағала деген шүкіршілігіміз. Бізге Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға кісі нәсіп қылды. Бізге сондай пайғамбар берді. Біз Нұхтың емес, Мұсаның емес, Исаның емес, Ыдырыстың емес, кешегі болған анау Лұттардың біз қауымы емеспіз. Біз сол пайғамбарлар аңсап кеткен пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның үмметі болдық. Алла бізге көптеген жеңілдіктерді көрсетті. Көптеген жеңілдіктерді көрсеткен қадірін. Біз осы Алла сол үшін шүкіршілік ету керекпіз. Алла тағала Құранда "Уама арсалнака илля рахматан лил аламин". Біз әлемге сені мейірім етіп қана жібердік ей Мұхаммед. Біздің пайғамбарымыз әлемге мейірім етіп жіберген. Мейірім деген не білесіз бе? Жүрегінде мейірімі бар адам деген ол маңдай қадірін жоқ. Біз көшеде біреулер төбелесіп жатса, біз өтіп кетеміз. Біз біреулер көшеде ішіп алып жатса, бір талдың түбіне барып талып құшақтап құсып жатса, біз жанынан өтіп кетеміз. Біз өліп бара жатқан біреуді көрсек, қалып бара жатқан біреуді көрсек, жанымыздан скорый өтіп кетсек, кімнің не болып жатқанын біз шаруа жоқ. Біз бәлкім кішкентай ғана жүрегіміз ауруы мүмкін. Бір сұраушыны көрсек, жүрегіміз ауруы мүмкін. Бірақ сенесіз бе, пайғамбар ол жүрегінде сондай мейірімділігі бар адам, ол бүйтіп өтіп кете алмайды. Ол өтіп кете алмайды. Сол үшін де ол ешкімге де жоқ. Біреу сенен бірдеңе сұрап келсе дейді, ешқашан сұраушының қолын қайтармайды. Алла айтқанын оқыған. Еш пайғамбар жоқ деп айтпаған сол үшін. Айтып көрмеген, айта алмайды да, өйткені оның жүрегіндегі мейірім сондай. Мынау Меккеде фатх еткен кезде пайғамбарымыз 10 мың әскермен барды. 10 мың әскермен бара жатыр, көздеріңізге естіңіз. 10 мың адам далада жүріп бара жатыр деп елестетіңізші. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір кезде жаңа ғана күшіктеген, кішкентай ғана күшіктен дүниеге алып келген бір итті көріп қалды. Субханалла. Мейірім болған пайғамбар сол иттің жанынан өтіп кете қалды. Өзінің не отқан ақылына түсіп, бір ағымды талайдап сол жерде қойып қойып. 10 мың әскер болып өтіп кетпейінше, сен осы жерде тұрасың деді. Маған ешкім қалтарып. Міне ол осындай менің пайғамбар. Сол үшін ол не деді? Мынау ғалымдарымыз кітап жазған рифқан алал хайуан дейді. Мынау хайуанаттарға деген мейірімділік. Бір итті тамақтандырған үшін біреулер не істеп кетіп отыр? Жәннатқа кірді. Су берген үшін. Өйткені неге? Өйткені ол рахмет. Енді сұрақта неге бізді сол Лұттарды жұтып кеткенде, неге бізді қауым жұтып кетпейді басқалар? Айтыңыздаршы. Лұт мысалға Лұттың қауымы бір-ақ күні жасаған өзі. Құдай сақтасын, қауымда кімдер пайда болды? Қыз-текелер, өгілдерлер пайда болды. Сол бір күні жеткілікті болды, үстеріне әкеліп тауық дөңгеле салып. Ад Самуд деген қауымдар біреулер тараздан жеген, алды дөңгеле салды.
Біреу басқа күнә істесе, алтта жоқ болса, жел жіберіп алады. Ал енді қарап отырсақ, қырғын жағдай. Біздің заманымызда сол бүкіл күнәлар орындалды. Қарасан жеп жатқандар бар ма? Бар. Қыстыгілер бар ма? Бар. Тағы да өзге харам істер істеп жатқандар бар ма? Бар. Тіпті мен ана кейбір кезде оқимын ғой. Китабул Кабаир деген кітап бар ғой. Айгүл имам Захабидің ішінде 70 күнә, 70 үлкен күнә аталып тұр да ішінде. Сол 70 үлкен күнә келесі. Бүкіл адамзатта бір адамның бойынан табылды. Bir адамның бойынан табылды. Зина болды, ұрлығы, шыққан. Мен қалай неге бізді тобан су басып кетпейді? Неге біздің үстімізге талқыламайды? Өйткені бізге пайғамбарымыздың мейірімі талқылайды. Пайғамбарымызды Алла мейірім қылып жіберіп, сол мейірім бізге де тиіп кетіп жатыр дейді. Бізге тиіп кетіп жатқаннан кейін Алла бізді азап сол үшін біз пайғамбарымыздың алдында бізге жіберген шүкір дейміз. Осы орайда мынандай хадис бар. İmam Bayhaqида, İmam Ахмадтың мұстадында, İmam Аль-Хакимнің мұстадрагында келген хадис. Хадис сахих, иснады бүкіл ғалымдар мұттафақ келіскен болған. Хадис былай басталады. Bir күні пайғамбарымыз үйінен шықты. Дұрыстап тыңдаңыз. Үйінен шықты дейді. Жиналып тұрған сахабаларды көрді дейді. Сахабаларды көрді да сұрады дейді. Не үшін сендер жиналып тұрсыңдар? Отырыстарың не деп айтты? Ма әжләсәкум хәза? Не отырсын ал? Тұрды да бір сахаба тұрды. Я Расулаллах, нахмадуллаха аля ма хадана ва манналлаху алейна бик. Алланың елшісі, Алла бізді тура жолға түсірген үшін Алланы мақтанып отырмыз мына жерде. Және де сені бізге жіберіп, мейірім танытқан үшін. Соған шүкір дейді дейміз. Қараңыздар сөзді. Сені бізге мейірім қылып, мейірім етіп сені жіберген үшін біз сол үшін отырмыз. Шүкіршілік етіп отырмыз. Сосын пайғамбарымыз сұрап дейді. Аллахи ма әжләсәкум иля хәза? Алланың атымен атыңыздар шыққанекей. Тек қана сол ниетте ғана жиналып отырсыңдар ғой, иә? Не үшін келдік біз бүгін мешітке? Өйткені не істеді? Мағлұмат имамдар азекетер жариялады. Пайғамбарымызға арналған кеш өтеді. Пайғамбарымызға арналған мәулітті оқиды сұлтан келіп қарағандыдан. Және де келіп бас имам құттықтайды. Сосын бір уағыз болады, келіңіздер. Сіздер даже білмеген шығарсыздар осындай ой болады, қадар таратады. Біз бүгін не үшін келдік? Бір пайғамбарымыз жайлы уағызын қараңыз. Адам сатылы пайғамбарымыздан сұрады. Сол үшін отырсыңдар ма деп? Я Расулаллах, уаллахи айтқанда сол үшін отырмыз. Сосын пайғамбарымыз айтты, сендер ойлап тұрғандар, мен сендерде күмәнданып жатыр деп ойлап тұрмаңдар. Басқа нәрсе ойлап қалыпты. Жаман ойға беріліп берді. Ондайдан Аллах болмайды. Мен просто таңғалып отырмын. Неге десеңдер? Өйткені маған Жибрил келді де, мынандай хабар берді. Алла Тағала сол отырыста отырған, Алланы мақтап, пайғамбарды жіберген үшін шүкіршілік отырған сол сахабаларды Алла өзінің құзырында ұлық болған періштелерге мақтап. Жибрил маған сондай хабар айтты. Сол кезде мен таңғалып қалдым да, ол несін айтты? Сол үшін сұрап міне біздің пайғамбарымызды бізге жіберген үшін біздің шүкіршілігіміз міндет. Білесіздер, әйгілі өлеңді екі риуаят бар. Бұл өлеңді мединалықтар пайғамбарымыз хижрет еткенде күтіп алып дейді біреулер. Яғни Меккеден Мединаға көшіп келе жатқан кезде осы әуенмен күтіп алып дейді. Ал енді басқа бір риуаятта айтылады, жоқ, Табук шайқасынан келе жатқан кезде осымен күтіп алып дейді. Мана бәлкім
Sultan İmam olmuştu. Bilirsin. Tala'al bedru aleyna. Толған ай келді бізге. Білесіз ғой? Tala'al bedru aleyna. Толған ай келді бізге. Min thaniyatil wada' алыстан болған сайлардың арасынан келіп жатыр. وجب الشكر علينا. Енді бізге шүкіршілік ету міндетті қалды. مدعا للذين Allah'ın yolundan şartlışı için. Eyyuhel meb'usu fîne. Ey bizge jiberilik turgan ak paygambar. Jitte bil emril muta'. Sen bir boy ısınma gerek bolgan isten kelip tursun. Jitte şarraftel medine. Şarafatlı bolgan Medine'ye gelin. مدعا للذين Ey Allah'ın yolundan şartlışı ak paygambar. Qancha osmay so'zga mumkin bo'ldi. So'zga bizga shukrchilik etib so'zlardir. Shukrchilik etib bizga mіндет bizga. Сол үшін дастархан бұл шүкіршіліктің дастарханы. Ал енді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям деген осындай шүкіршілік еткеннен кейін сахабалардың Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға деген сәл кішкентай ғана болған махаббаттарын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары Пайғамбарды өте жақсы. Али радиаллаху анхудан сұрайды, айтшы, ей Али, сенің Пайғамбардың деген махаббаттарың қандай еді? Али айтты, оның несін сұрайсың? Біздің ол кісіге деген махаббатымыз әкемізден де шешемізден де қатты еді. Тіпті шөл далада кетіп бара жатқан кезде адам салқын суды қалай аңсаса, біздің Пайғамбарымыздың деген махаббатымыз содан қатты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткеннен кейін бүкіл қатты сағынып, Есір Пайғамбарымыздың қабіріне қарап тұрып, Хafsa деген анамыздың өлімізді болды. Омар радиаллаху анху айтты, Хafsa сенің үйіңе ұзақ жүреді. Неге екеумізге мешітте өтуге керек? Мешітте өтуге керек. Адамдар көп ислам қабылдамайды. Адамдар мешітке сыймайды деген кезде ешкіммен келіспеген Хafsa Омар радиаллаху анху әкесі болғаннан кейін келісті. Бірақ бір шартында әкеде не болып десе, Пайғамбарымызға қарап тұратын есігін ешқашан жабылмасыншы. Үйін сәл әрірек салып қойды да, сол жерде ол кісінің үйі бар. Есігі мынау терезесі ешқашан жабылмайды, әлде де жабылмайды. Менің Пайғамбардың жақтан жеріне қарайтын менің кішкентай ғана терезем ешқашан жабылмасыншы деп өтініші болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірі оқу шайқасынан кейін өмір болды. Оқу шайқасынан кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларын іздеді. Қайда екен сахабалар? Сол кезде сахабалардың арасының ішінде Саъд ибн Раби'a деген сахаба болды. Қараса көрінеді. Сосын Пайғамбарымыз айтты, бір сахабаны жұмсап жіберді, бар да Саъд ибн Раби'a тірі ме, тірі емес пе, қарап келші. Соғыс алаңына барып, манағы сахаби іздеп жатса, Саъд ибн Раби'a жақын, үстін басы шам-шам, қаны сабады. Қараса үстін ақтап іздеп. Бірақ Саъд әлі демалып тұр. Ей Саъд, сені Пайғамбарымыз іздеп жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сені іздеп жатыр, ей Саъд. Сені сұрап жатыр, не деп айтайын сені, тірі деп айтайын ба десе? Саъд мені дүниеден өтіп кетті. Мені дүниеден өтіп кетті деп айт. Бірақ қазір сен Пайғамбарымызға барасың ғой. Ең бірінші менің артымнан сәлем айтшы. Сосын ол кісіге Алла Тағала сені дүниеден жасап жатқан қызметің үшін Алла Тағала сені тек жақсылықпен жазаласын деп. Бұны Пайғамбарға жеткізесің деп. Ал енді сахабаларға айтты. Ей сахабалар,
Сендерің айнын татырақ дейді. Көздерің ашық бола тұра. Яғни сендерге әлі өлім жетпей тұрған кезде, көздерің ашық болып тұрған кезде, сендер мына тұрған ақ пайғамбарды қорғамасаңдар, ешқандай сендердің хайыр жоқ. Шет жатырсың. Сол кезде дейді, жан тапсырып жатқан, үсті қансырап жатқан, аттардың астына тапталып кеткен бұл адам пайғамбарымызға риза болып тұрды. Өзі сол жолда жан тапсырғанына риза болып тұрды. Аммар ибн Ясир деген ең бірінші ата-анасы дін жолында шахид болып кеткен жігіт пайғамбарымызды білесіз бе, бір құлағынан айырылып қалған пайғамбарымызбен бірге шайқас жүрді. Аммар ибн Ясир бір шетте қаладан шығып бір ауылға барды дейді. Сол ауылда жұмыс істеп жүрген уақытында бір жігіт танымай қалған болса керек, бүйтіп айтты дейді, ей, құлақсыз бір құлақ жұмыс жүрген, бергенші деп шақырып қалды дейді. Қайдан білсін ол Аммар екенін? Аммар ибн Ясир қарап айтты, уаллахи, сен мені ең сүйікті болған есіммен шақырдың ғой деп айтты. Ең сүйікті болған есіммен сен мені атадың. Неге өйтіп айтып жатсың десе, өйткені бұл құлақ пайғамбарды қорғап жатып айылдан алды. Не деген махаббат бұл? Не деген махаббат? Осы күні біз кішкентай ғана мүлкімізді, кішкентай ғана сәл уақытымызды арнай алмаймыз, пайғамбарымыздың сирасын көрейікші, пайғамбарымыздың кітабын оқиықшы. Пайғамбарымыз жайында кәне оқиық, ал жатып үйде пәленше деген сериалдың бірнеше сезонын бітіріп салдым деп. Сондай болып жатыр ғой. Дүниемізді, ақшамызды кез келген нәрсеге құртамыз. Бірақ Расулаллах саллаллаху алейхи ва салламның кішкене болсын таниыншы деп біз кішкене аян алып жатырмыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам Бұхарида келген хадис білесіздер. Мешітте бір ағашқа сүйеніп отырып уағыз айтады. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның дауысы алысқандай жетсін деп сахабалар сондай ниетпен үш баспалдақтан тұратын пайғамбарымызға мінбар жасап берді. Пайғамбарымыз мінбардың үстіне мініп алып уағыз айта бастады. Сол кезде манағы ағаш білесіздер жылады. Жылағаны сонша кішкентай бала қалай тоқтамай жылайды, солай жылады дейді. Абу Хурайра айтады, мешіттегі ең соңғы отырған, ең соңғы қатарда отырған адамның өзі ол жылауы естіді дейді. Сол кезде пайғамбарымыз мінбарынан түсіп, анау жас болған талды құшақтап дейді, өзінің мүбарак қолдарымен құшақтады да өксігін сөйтіп басты дейді. Имам Даримидің сунанында келеді, пайғамбар айтты, егер дейді, мен бұны мінбардан түсіп өксігін баспаған кезде қияметке дейін жылап тұратын еді дейді. Сол кезде ғалымдар айтады, ал құлын деген ғалымдар көбісі айтады, қалай ойлайсыздар дейді. Ол сахаба нені сағынып тұр дейді. Пайғамбарымыздың келбетін сағынып тұр ма? Пайғамбарымыздың дауысын сағынып тұр ма? Қалай ойлайсыздар дейді. Жоқ қой дейді. Дауысын күнде естіп тұр ол халық. Күнде естіп тұр. Пайғамбарымыздың келбетін күнде көріп тұр. Күнде жанынан өтеді. Сонда не нәрсені сағынып десе, пайғамбарымыздың мұбарактығын, пайғамбарымыздың құшағын сағынып. Сахабалар пайғамбарымыздың мұбарак қолын ұстап жүрді. Пайғамбарымыздың құшақтап жүрді. Біз сол кісінің дауысын естіп жүрміз. Құшақтап қолын ұстаған кісілерді қалай сағынып. Сол үшін пайғамбар дүниеден өтіп кеткен кезде сахабалар тоқтамай жылады. Аяқтары оларды ұстай алмай жерге шақырып жылады. Сол кезде олар кім пайғамбарды өлді деп айтса, оның басын аламын деп ашудан айтып жүреді. Сөйтіп не үшін сондай халге бағыттап сол кезде түсінбей жүрміз. Ал пайғамбар сахабаларды құшақтайды. Білесіздер, бір сахаба базарда тұрған кезде пайғамбардың артынан құшақтап келеді.
артынан шаттап келеді да құл аламыз деп айтады. Қалжың. Ана сахаба ұялғаннан пайғамбарымыз артынан шаттап келеді да бізде көтеріп ойбай я Расулалла, мен ешкім алмайды я Расулалла, мен әйтпесе өтсем де тек азаннан ғана өтем деп ойлайды. Сіз пайғамбарымыз не деп айтқан білесіз бе? Пайғамбарымыз ешкім білмейді. Сен Алланың құзырында әлде қымбатсың. Енді қадам мен жамағат пайғамбарымыздың ұшағы осы деп болады. Енді де әйгілі оқиғаны білесіздер. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Билал радиаллаху анху артынан шақырды. Сол кезде артынан шақырып, ей Билал кім екенін білесің бе десе, Билал радиаллаху анху түрлі сахабалардың артынан айта бастады. Пайғамбарым жоқ ол емес деп тұрды. Бір кезде пайғамбарымыз жібере салды да, ей Билал, мені танымай қалдың ба деп, мен ғой сен маған деп құшақтап тұрған десе, я Расулалла, ең әуел бастан сіз екенін білген едім. Бірақ сәл ұзағырақ құшақтап тұрғаныңызды қаладым. Сол үшін шақаспай болдым. Бұл ол кісілердің пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға сағыныштары. Сахабалардың пайғамбарымызды жақсы көргендегі ол кісілердің сағыныштары. Сол кісі бір кітап жазады, Ахмад Шакир деген кісі. Өзі мысырлық мұхаддис ғалым. Бүкіл әлем мойындаған. Сол кісі айтады, бізде дейді, бір мысырда бір уағызшы болатын дейді. Өзі уағызды мықты айтады дейді. Уағызды мықты айтып, сөздері сондай әп-әдемі, халық үйіп тыңдайтын еді дейді. Бір күні дейді, сол мемлекеттің басшысы келіп жұмаға қатысты. Жұмаға қатысқан кезде манағы уағызшы ислам, уағызшы имамдылықты жүргізіп жатты. Сол кезде жаңағы мемлекеттің басшысы кіріп қалған кезде ана мемлекеттің басшысын былай мақтап жүреді. Абаса уәлә тәуәллә. Білесіздер, Құранда пайғамбарымызға қатысты мынандай аят түскен. Абаса уә тәуәллә ан жаъахул ама. Пайғамбарымыз Меккенің мүшриктеріне, кімдерге? Абу Жахилдерге, сол кездегі Абу Лахабтарға, өзгелерге уағыз айтып отыр. Уағыз айтып отқан кезде кім кіріп келеді? Соқыр болған Абдулла ибн Умми Мактум деген жігіт кіріп келеді. Соқыр. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ана соқыр жігіт кіріп келеді да, маған деген мән бересің дегендей пайғамбарға қарап тұрып, ал пайғамбардың ана сіздерге уағыз айтып отыр. Сол кезде ана сіздерге уағыз айтып отқан жерінен ана сізге маған қарап қалады да, неге келдің дегенде, уағыз айтып отыр ғой, қазір уағыз айтып дейін, сол үшін барып саған қараймын ғой дегендей пайғамбар бүйтіп қарады да, кішкене сәл көңілге түсіп қалды. Сол кезде Аллаһтан аят шыққан. Абаса уә тәуәллә. Қабағын түйді де теріс бұрылды. Ан жаъахул аъма. Оған соқыр жігіт келген кезде. Уә ма юдрика ләаллаху яззакка. Қайдан білесің? Сол соқыр жігіт Аллаға қарағанда тазарып шығады. Ау яззаккару фатанфағаху зикра. Бәлкім сенің насихатыңнан көбірек пайда алады. Сол соқыр жігіт шығады. Алла өстіп пайғамбарымызға ескерту жасайды. Ал ана уағызшы мемлекеттің басшысы келген кезде бүйтіп күтіп алады. О, абаса уәлә тәуәллә. Қабағында түймеді, теріспе бұрылмады. Міне біздің патшамыздың айтып жүреді. Как будто анау пайғамбардан да абзал да. Пайғамбар ашып істеп қойды, сен ашып істемейсің деген сияқты. Сен всегда бізге күліп қарайсың, сен бізге ешқашан теріс бұрылмайсың деп, өзінше сөйтіп мақтап, пайғамбардан да абзалдық көре жүреді. Сол кезде жұма бітті дейді. Жұма біткеннен кейін Ахмад Шакир деген ғалымның әкесі Мұхаммад Шакир мінбәрге мініп алды да, ей жамағат, кәнекей барыңдар да қайтадан дәрет алыңдар, қайтадан жұма оқимыз дейді. Өйткені сендердің жұмаларың қабыл емес дейді. Өйткені бүгін сендерге жұмаға өткен адам дейді, ол дінсіз болып кеткен адам. Пайғамбардың дінмен түсіру арқылы ол діннен шығып кетті. Сендер жаңағыда дінсіз адамның артынан намаз оқыңдар, қанекей жиналыңдар, барлықтары қайтадан намаз оқыңдар деп айтты. Субханаллах, барлығымыз қайтамыз дейді, намаз оқып дейді. Ахмад Шакир айтады, Аллахи, артынан патшалар тұрып намаз оқитын.
Мананың уақытшыны мен кейін көрдім дейді. Көрдім дейді. Есік алдында мешітке келетін адамдардың аяқ киімін жөндеп орнына қойып қойып, мешіттің алдында үсті басы кір қылған, сауыш болып кеткен көрдім. Міне пайғамбарға тіл тигізген адам, ол оңбайды. Уаллахи оңбайды. Шынымен де шын жүрекпен күлген пайғамбарымызды тіл тигізіп жек көріп, ол кісіге артық сөйлейтін болса, көресіздер, ол адам түк болмайды. Өйткені Алла оның дәрежесін көтеріп қойған. Біз оның дәрежесін көтеріп қойғанбыз деген. Түсінесіз бе? Алла дәрежесін көтергенде кім түсіреді? Ешкім түсіре алмайды. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға тіл тигізіп жатқан адамдар, біз оларды Аллаға тапсырамыз. Бірақ біз ол істі жүрегімізден жек көреміз. Біз ол істі мақтаймыз. Біз керісінше пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға сағынамыз. Ол кісіні Алла бізге жібергені үшін шүкіршілік етіп, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды жақсы көреміз. Қадірлі жамағат, Алла тағала баршаларыңыздан разы болсын. Айтатын нәрсе көп, бірақ десе дағы сөйлеп, бірақ уақытымызға таяп қалды. Тыңдағандарыңызға Алла тағала сауап берсін.